Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Өте шұғыл дерек 1 шілдеден бастап зейнетақы 50%. Видеоролик төрсінде толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайк үшін қабатулы қабырғасын ұстау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда зейнеткерлер 1 шілдеден бастап зейнетақы жинағына үй сатып алуға немесе емделуге пайдалана алады. Процедура 482. 2023 жылғы 1 шілдеден бастап әлеуметтік кодекстің аясында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтарының бар еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнеткерлерге тұрғын үй жағдайларын жақсартуға немесе емделуге, ақы төлеуге өздерінің зейнетақы жинақтарының барлық сомасын пайдалануға құқығы беріледі деп хабарлайды Азаттық Рухи. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы жылдың 1 шілдесінен бастап еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнеткерлер www.npf-otbc.kz сайтындағы интернет портал арқылы БЖЗ-қылық жинақтарының қаражаттарын тұрғын үй жағдайларын жақсартуға пайдалану үшін бір жолға зейнетақы төлемдерін алуға, отбасы банкінің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Қазақстан Республикасы АQ немесе екінші деңгейдегі банктерге жүгіне алады. Емделуге мақсатындағы бір жолға зейнетақы төлемдерін пайдалану үшін жоғарыда көрсетілген интернет портал арқылы отбасы банк, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АQ-ға ғана жүгінуі қажет. Бұдан бөлек 2021 жылы 1 қаңтардан бастап БЖЗ азаматтары зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жақсартуға және емдеу ақы төлеу арқылы сияқты әлеуметтік мақсаттарда пайдалану құқығы берілгенін еске сала кетейік. Келесі санаттарда осы құқықтарды пайдалана алады. БЖЗ-дағы зейнетақы жинақтары бар жұмыс істейтін азаматтар олар төменгі жетістіктегі шегінен асатын соманың бір бөлігін пайдалана алады. Зейнетақысы жоғалған табыс сомасының кемінде 40%-ын құрайтын зейнеткерлер, олар БЖЗ-да қалған зейнетақы жинақтарының сомасының 50%-на дейін пайдалана алады. Өзіне зейнетақы аннуитетін ресімдеген немесе әліге дейін жинақтаған бар азаматтар БЖЗ-ға қалған зейнетақы жинақтарының сомасы шегіне пайдалана алады. Бұл нормалар жұмыс істейтін азаматтарға да, зейнеткерлерге де қамтиды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.